Сәлеметсіңдер ме? Сабақтың тақырыбы төлдер. Бүгін сабақта өлеңнің ұйқасын табуды, төлдердің атауын үйренеміз. Жаңа сөздер: төл, кие, шақыру, нұқта. Мұқият тыңдаймыз. Төл, кие, шақыру, нұқта. Қазақ халқы мал шаруашылығымен айналысқан. Соның ішінде түйе, сиыр, жылқы, қой және ешкі бар. Жылқының төлін құлын деп атайды, ал сиырдың төлін бұзау деп аталады. Түйенің төлі бота, қойдың төлі қозы, ал ешкінің төлі лақ. Қазақ халқында 4 түлік киелі саналған. Олай болса, келесі кезекте ойын ойнайық. Бұл ойынның шарты бойынша біз дұрыс тауып сөздерді орнына қоюымыз керек. Қойдың төлі. Кәне балалар, ойланайықшы. Қойдың төлі не? Әрине ол қозы. Түйе төлі бота. Ешкі төлі лақ. Сиыр төлі бұзау. Жылқы төлі ол құлын. Ал тексеріп көрейік. Тамаша, сұрақтардың бәріне дұрыс жауап бердік. Жарайсыңдар. Тыңдайық. Бірінші тапсырма. Тыңда, толықтырып айт. Бұл қай жануар? Оқушылар, бұл сұраққа жауап бермес бұрын мына суреттерге мұқият қарайық. Осы суреттегі сөздерді бос орынға қоямыз. Алмастан тынып шабады. Ол не, балалар? Ол құлын. Жағасында бұлақ жайылып жүр. Ол не, балалар? Кәне айтайық. Лақ. Тамаша. Екінші тапсырма. Адасқан төлдерді тауып жаз. Олай болса, мына суретке мұқият қараймыз. Бұл жерде жануарлардың төлдері дұрыс қойылмаған. Ал біз оны дұрыс қойып, дәптерге жазамыз. Үлгі: жылқының төлі құлын, сиырдың төлі. Кәне балалар, ойланайық және оны дәптерге жазамыз. Үшінші тапсырма. Оқы, сұрақтарға жауап бер. Түйе: көз десең ботасы, жарқ-жұрқ етіп ноқтасы, жетіп келер қасыңа, аруана топ басы. Ойсыл қара иесі, оның да бар киесі, әрі көлік, әрі ас, қазағымның түйесі. Нұрлан, қалқа, сұраққа жауап берейік. Бота ненің төлі? Жарайсыңдар. Бота түйенің төлі. Ботаны қалай шақырады? Ботаны көз деп шақырады. Жарайсыңдар оқушылар, онда келесі тапсырманы орындайық. Бұл ойынды бастамас бұрын шартымен танысып алайық. Яғни, егерде дұрыс жауап берсек, бақа секіріп мәреге жетеді. Ал егерде дұрыс жауап бере алмасақ, онда бақа суға түсіп кетеді. Олай болса, ойынды бастаймыз. Сұраққа жауап берейік. Қойдың төлі. Кәне, қойдың төлі ол? Әрине, қошақан.
Сүйкімді сөзінің аудармасын табайықшы, балалар. Қайсы? Сөз сүйкімді сөзінің аудармасы. Әрине, ол милый. Қойдың төлі. Қойдың төлі бізде қозы. Келесі прыгает сөзінің аудармасы. Қазақша қалай болады? Тамаша. Ешкінің төлін не деп айтамыз? Кәне? Әрине, ол лақ. Жылқының төлі. Кәне, балалар, ойланамыз. Жылқының төлі бізде құлын. Түйенің төлі. Біз дұрыс жауап беруіміз керек. Сондықтан ойланамыз. Түйенің төлі бота. Секіреді. Кәне, балалар, секіреді сөзінің аудармасы қандай? Тамаша. Әрине, ол бізде бұзау. Келесі сөз играет, аудармасы ойнайды. Ал балалар, келесі тапсырма ол топтық жұмыс. 4-ші тапсырма. Суреттерге қара, тірек сөздердің көмегімен әңгімелеп бер. 2 топқа бөлініп, жылқы мен сиырдың ерекшеліктерін айтып беру керек болады. Балалар, суретке мұқият қарайықшы. Мынау жылқы. Жылқыға қатысты тірек сөздер. Құлын, жүйрік, қымыз. А мынау сиыр. Сиырға қатысты тірек сөздер. Сиыр, бұзау, момын, айран. Мысалы, жылқының төлін не деп айтамыз? Әрине, құлын. Жылқы қандай болады? Ол жүйрік болады. А оның сүтін не деп айтамыз? Қымыз деп айтамыз. Сиыр. Сиырдың төлін не деп айтады? Бұзау. Сиырдың сүтінен не жасаймыз? Айран. Ал балалар, келесі тапсырма бізде үй жұмысы. 3-ші тапсырма өлеңді жаттау. Рефлексия. Сабағымызды қорытындылайық. Олай болса, оқушылар, мына сұрақтарға жауап берейік. Сабақта не қызық болды? Сабақта не қиын болды? Сұрақтарға жауап берсек, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.